Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Бүгінгі таңда біз Шымкент қаласына әскери полиция басқармасына келдік. Келуіміздің себебі біздің арнамыздан көмек сұрап келген Мерей есімді азаматшаның жаңағы жағдайына байланысты келдік. Ол кісілердің жағдайы, өзінің күйеуі әскери қызметші, өзіне қол көтеріп, бізге берілген ақпарат бойынша жағын сындырған және бір айдан аса ота жасалып ауруханаға түскен. Және де осы істі біз толықтай өзіміздің бақылауымызда ұстайтын боламыз. Осы істің басқасында жүрген қорғаушыдан және жәбірленушінің өзінен нақты біле кетейік. Біз қазір Шымкент қаласына келдік. Енді қазір мына Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне қарасты Шымкент қаласының әскери полициясының бөліміне келдік. Келу себебіміз бізден көмек сұраған Мерей деген қарындасымыз өзіне осы әскери қызметті жасайтын өзінің жолдасы өзінің жақын сындырып денсаулығына жарақат келтірген. Сол бойынша оған шара қолдану керектігін, олмен тұрмай тағы да қол көтерген, үнемі осындай қол көтеріп жүретіндігін айтып, бізде көмек сұрап отыр. Біз қазір бұл қарындасымызға келтірген жарақат бойынша біз қазір осы әскери полициясына шағымдануға келдік. Шағымданып, ол тиісті деңгейде шара қолданатын боламыз. Біз өзіміз осы істі қолға алдық, қазір осы іске кірісетін болдық. Оның осы қорғаныс министрлігінде жұмыс жасайтыны анықталды, сұрастырылды. Қазір енді осы мекемеге қарасты екен, осы мекемеге қазір біздер арыз түсіретін боламыз. Қалай болған оқиғаны бір-екі ауыз өзіңді айтып. Өзіңізден сұрай кетейік, жалпы оқиға қалай болды? Оқиға сол екеуміздің арамызда келіспеушілік болды. Есікті қатты жапқаным үшін сол жағымды сындырды. Жағыңыз сынды ма? Иә, сынды, больницада жатып, бір ай емдедім. Жалпы сіздің жасыңыз қаншада өзіңіз? Жасым қазір 21-де. Жасыңыз 21-де. Қазіргі таңда енді ажырасуға бердіңіздер ма? Иә, бердім ажырасуға. Жалпы қазіргі ситуация қалай болып жатыр енді? Жағдайыңыз қалай? Қазір жағдайым жақсы. Ота жасалынды ма сізге? Иә, ота жасалынды. Бір ай аузыма шина тағып жүрдім. Қалай тамақтандыңыз? Трубочкамен тек су ішетінмін, сорпа ішетін болды. Енді осындай ситуацияда болып жүрген, болашақта болып қалады деген жастарға қандай кеңес бересіз? Жалпы осы ситуациядан. Тезірек өздеріңізді қорғаңыздар дегім келеді. Шыдап жүрмеңіздер. Сіз айтыңызшы, оқиға қай кезде болды? 1 май күні 2024 жылы 1 май күні болды. Неге сіз сол уақыттан бері бүгінгі күнге дейін арызданбадыңыз осы күйеуіңізді? Өйткені олар сол кезде қорқытқан еді. Қорқытты ма сізді? Не деп қорқытты? Қолынан ештеңе келмейді. Мен военныйде нелер туыстарым бар, сотта туыстарым бар деп қорқытты. Сол туыстарым бар, маған ештеңе істей алмайсың жазғанмен деді. Сосын сізге тарапынан тағы қандай қысымдар болды? Егер де сіз арыз жазатын болсаңыз, сізге қандай қауіп төнді? Ол тағы екінші рет қол көтеруін қайталады. Қайталады ма? Иә, екінші рет тағы қайталады. Содан кейін қайталады, ұра берер деп, сіз шағымданбай қорықтыңыз, иә? Иә. Жақсы. Енді заң тұрғысында егер айып тағылатын болса, қандай жаза күтіп тұр? Енді қазір біз енді арызданамыз. Арыз болғаннан кейін бұл кісі енді аурухана жатқандығы анықталды ғой. Сол ауруханаға история болезни науқастың тарихын алдыртып тергеушілер соған байланысты сараптама тағайындалады. Сараптаманың қорытындысынан кейін барып қана қандай баппен сараланатынын сол анықтау бөлімі, тергеу бөлімдері анықтайды. Соған қарай бапты тағайындайды. Айыпты соған қарай тағады. Сол үшін қазір нақты ештеңе айта алмаймын, себебі сараптамадан өтуіміз керек. Содан кейін сараптаманың қорытындысынан кейін барлығы белгілі болады. Және де осы тұрғыда қоса кететін тағы да айтатын нәрселеріңіз бар ма? Жоқ. Жақсы, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы осы істің басынан соңына дейін өзіміздің бақылауымызда ұстайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Анықтаушы келген кезде айт деген. Иә, ішке ержан деген. Келген кезде айтыңыз, ішке басқа кіресіз деген. Жәбірленуші бар, заңгерлер келеді.
Biz jurnalistмен kanal kurmayman. Sen пока сіздер бола беріңдер. Екеумізді соны кісі қорғайды. Бір ғана адвокат екі адам бір адвокат алып екі адвокат қорғалады, екі адвокат. Қорғаушы мырза, сіздер жаңа ғана полиция басқармасына кіріп шықтыңыздар. Не болып жатыр жағдай? Біз қазір әскери полицияның кіріп шықтық. Кіретін кезде, кіргеннен бастап бізге қысым көрсетілді. Мына дежурный час дейміз, кіреберісте пост, қалтаңда не бар деп тінтуге дейін барып, бізді солай қарсы алды. Одан кейін ішке кіретін кезде бір қорғаушы ғана кіру керек, екінші қорғаушы кірмейді деп, ондай қарсылық білдірді. Бірақ басшыларына хабарлап, ескерту жасап, мына заңның талаптарын айтқаннан кейін ғана бар, бізге ішке кіруге, екі қорғаушыға кіруге рұқсат берді. Заң бойынша бұл кісінің жәбірленушінің құқығы бар, бірнеше қорғаушы алуға да, бірнеше қорғаушыны қатыстыруға да. Бірақ ондай кедергі келтіруге болмайды, бірақ сондай кедергілер бізге келтірді. Ал енді жаңағы өзіміздің ісімізге келетін болсақ, бұл кісінің жағын сындырған бойынша да және де бұл кісіні осы тамыз айының 7-сінде желкесіне қылғындырып бұл кісіні жәбірленушіні жаңағы басқа бөлмеге сүйрелеп апарып бетіне су шашып бұл кісіге сондай қысымдар көрсетілген. Бұл кісіге өзінің бұрынғы жолдасы ауруханаға бір аптаға жатуға баратын болып, сол бір апта аралықта сіз қайнапам үйінде боласың деген. Бұл кісі мен қайнапам үйінде болмаймын, өзім әке-шешем үйіне барам деген кезде бұл кісіге жаңағыдай желкесінен қылғындырып, бетіне су шашып, жаңағы бөлмеге барып ұрмақшы болған кезде бұл тағы да менің алдындағыдай жағымды сындырып тастап жүрер деп қорыққаннан ол кісіге я қайнапам үйіне барам, мен ұрмашы деп жалынып әрең қуып шыққан. Сол бойынша қазір біз арыздандық. Енді арызымыздың барлығын көйге тіркеді. Енді қазіргі уақытта соттылығын анықтайды. Яғни осы военчастың қарауына жата ма, болмаса басқа военчастарға бере ме тергеуіне, оны қазір прокурорлармен ақылдасып жатыр. Ол бойынша да қылмыс кодексінің 109 бабымен қылмыс қозғалады деп біз ойлаймыз. Сол бойынша да шара қолданады деп ойлаймыз. Енді арыз жазып қойды. Екінші мәселе бойынша жағын сындырып тастау, май айының 1 май күні болған дейді, яғни 2024 жылдың ол кезде ол әскери қызметте атқармаған екен. Біз қазір осы жерден бұйрықты жаңағы жұмыс орнынан анықтама алдық, яғни ол мына Орынбаев Нұрғали деген осы әскери бөлімде 23 жыл шілде 2024 жылы жаңағы жұмысқа қабылданғандығы анықталды. Ол жағы сынуына байланысты, сындырғанға байланысты. Біз енді оны ішкі істер органдарына шағымданатын боламыз, яғни осы Торан ауданына қарасты Шымкент қаласының ішкі істер басқармасына біз қазір арызданатын боламыз. Қазір сол жаққа барамыз. Ал енді ona желкесіне қылғындырып жаңағы қысым көрсету бойынша енді осы әскери бөлім қазір бізге шешімдерін айтады, қай жақ тергейтінін. Сондықтан біз енді алдағы уақытта өзіміз осы істердің бәрін тікелей қадағалауымызды жасаймыз. Істің барлығын не болғанын міндетті түрде сіздермен бөлісіп отырамыз. Біз жаңа әскери полициясынан шығып, міне қазір Туран аудандық полиция басқармасына келдік. Енді келу себебіміз бағана өзім сіздер өткендей, жағын сындыру оқиғасы осы Туран ауданына қарасты үйде болған екен. Яғни жаңағы бұның жолдасы әскери қызметте атқармай тұрғанда жағын сындырған. Сол үшін қазір оқиғаны қарайтын, тергейтін жер осы Торан аудандық полиция басқармасы болып саналады. Сондықтан осы жаққа арыздануға келіп отырмыз. Ал бірақ военный әскери қызмет атқарып жүрген кезде бұл кісінің жаңағы желкесіне қылғындырып, жаңағы ұрып соқпақшы болған кезде ол әскери қызмет атқарып жүрген. Ол бойынша жаңа арыздарын түсіріп, ол жаққа беріп кеттік. Қазір ол жақта тергеу жүріп жатыр. Біз қазір Торанға осы жағын сындыруға байланысты арыз түсіретін боламыз, және де осы істің не болып жатқанын, қандай жұмыстар атқарып жатқанын міндетті түрде сіздермен бөлісіп отырамыз, өзімізді тікелей қадағалауда ұстап отырамыз. Қазір біз Тұрар аудандық полиция басқармасына кіріп шықтық. Ол жерге мына жәбірленушінің арызын түсірдік, яғни жаңа өзінің жолдасы бұрынғы жағын сындырғаны бойынша біз арыз түсірдік. Арыздар қабылдап, жаңа жауаптарын барлығын алды, койыға тіркеді. Енді қазір соттылығы
тергеулігін қазір анықтайтын болды. Өйткені ұрып соғу фактісі бойынша военный тергеп жатқандықтан мына жақ жағын сындырған, мына жақ екі жақта екі дела екі жақта болмау үшін сол прокурормен ақылдасып, нақты қай жаққа екі деланы біріктіреміз деген шешімдерді қабылдау үшін қазір бізден уақыт сұрап отыр. Енді қазір ақылдассын, білейік. Мүмкін военный полиция тергейді, или болмаса осы Тұрар аудандық полиция басқарма тергейді. Оны қазір прокурордың қорытындысынан кейін ақылдасқаннан кейін айтатын болады. Біз енді күтеміз. Әрі қарай тергеудің қалай жүріп жатқаны барлығын міндетті түрде сіздерге хабарлап айтып отырамыз. Қазіргі таңда біз Шымкент қаласының оңтүстік әскери бөлімінің тергеу басқармасына келдік. Жаңа келуіміздің себебін қорғаушы түсіндіріп кетсін. Біз бағана таңертең әскери полициясына барған болатынбыз. Ол жерге анықтау бөліміне арыз шағым түсірген болатынбыз. Яғни сол өзінің әскери қызметкерінің жәбірленушіге келтірілген ұрып соғу фактісіне байланысты арыз түсірген болатынбыз. Бірақ ол жаңағы әскери қызметкер сол бөлімде жұмыс жасағандықтан, мүдделі тұлға болғандықтан істі олардың қарағаны ертең әділдік болмай қалуы мүмкін деп тергеу бөліміне беріп жатыр. Яғни осы әскери полициясының тергеу бөлімі әрі қарай істі қолға алып жатыр. Яғни істі осы жаққа беріп жатыр. Енді біз қазір ішке барып білеміз. Істі енді жолданғандығы туралы бізге жаңа хабарлады анықтау бөлімі осы тергеу бөліміне. Ол осы жақта кімге түсті тергеу, әрі қарай қандай тергеу амалдар жасайын деп жатыр. Оның барлығын қазір ішке кіргеннен кейін білетін боламыз. Міндетті түрде жаңағы осы істер жайлы сіздермен бөлісіп отырамыз. Бір Тұрар аудандық полиция басқармасынан шығып қазір прокурорға келдік. Тұрар аудандық Әділбайұлы Жаслан деген ауданның прокуроры өзі күтіп алып, біздің мәселемізді тыңдап, өткені біз енді Алматы қаласына келгеннен кейін өте асығыс екенімізді қайтуымыз керектігін айтқаннан кейін қазір ісімізді тездетіп анықтау бөлімдеріне тапсырманы тездетіп бергіздіріп, өздерінің жаңағы помощниктеріне тапсырма беріп, осыны тез қадағалаңдар деп. Сондай жаңағы біздің жұмысымызға көмегін беріп жатыр. Сондықтан енді Әділбайұлы Жасланға өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Осы істің енді жан-жақты тергеп, әрі қарай істі ВСО-ға жіберетін болды. ВСО-ның өзін тергеу бөліміне жіберетін болды. Яғни военный полицияның тергеу бөліміне жібереді. Сол жақ тергейтін болады. Бірақ осы жақтан барлығын жауаптарын алып, бәрін реттеп, сол жаққа жолдайтын болды. Сондықтан енді алдағы уақытта істің мән жайы бойынша сіздермен тағы бөлісетін боламын, хабарлап айтатын боламыз.